Өткен шығарылымда біз қолыңызда үйдің 50% болса, 3 жылды күтпей-ақ баспана алуға болатынын айттық. Ол аралық займ. Мен жаңа тұрғын үй кешенінен пәтер алмақпын, бірақ қай бағдарламамен аларымды білмей жүрмін. Алия, отбасы банкте торттан да тәтті ұсыныс бар. Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей мен Нұрболат. Бұл ипотека академиясы. Егер сіз жаңадан салынған үйге ипотека рәсімдегіңіз келсе, онда біз баспана маркет порталындағы өз үйін бағдарламасын ұсынамыз. Мөлшерлеме 11,5% емес, 7% болады. Баспана маркетте жаңа үй болсын, екінші нарықтағы пәтер болсын, өзіңізге ең тиімді ұсыныстарды таба аласыз. Қазақстанның тұрғын үй компаниясы кепілдігі мен жергілікті атқарушы орган рұқсаттамасы бар құрылыс нысандары да бар. Тұрғын үй құрылысы енді ғана басталғанда баспананы сатып алу тиімді екенін бәріміз білеміз. Ондай жағдайда үй алғанда біз Қазақстанның тұрғын үй компаниясының кепілдігі мен жергілікті атқарушы органның рұқсаты барын тексеруге кеңес береміз. Егер құрылыс компаниясында аталған құжаттар болмаса, онда сіз сан соғып қалуыңыз әбден мүмкін. Баспана маркет порталында отбасы банкі кепілдігі бар үйлерді ғана жүктейді. Сонымен отбасы банктың серіктес құрылыс компаниясынан 7%-бен пәтер аласыз. Алдыңғы шығарылымда айтқандай, белгілі бір уақыттан кейін пайыздық мөлшерлеме 5%-ға дейін төмендейді. Тиімділік деген осы емес пе? Ендеше лайк басып, біздің қызықты да пайдалы каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Егер маңызды ақпараттан қапы қалғыңыз келмесе, қоңырауды басыңыздар. Келесі кездескенше!